Сәлем достар. Бүгін жасалу жолы өте оңай қарагөз деген печенье жасаймыз. Өте дәмді, қамыры жұп-жұмсақ болып піседі. Ол үшін бізге не керек? Сухофруктыларды қайнатып, оның піскен жемістерінен осындай езбе жасадым. Яғни жемістерін тазалап, блендерден өткізіп, керегінше, яғни дәміне қарай қант, корица да қостым. Өзім алмаға осындай корица қосқанды қатты ұнатамын. Қоспай қойсаңыздар да болады. Бәрін араластырып, осы секілді езбе жасап аламыз. Ал енді қарагөзіміздің қамырын жасасақ, мен оған песочный тестаның қамырын алдым, яғни песочный ғып жасаймыз. Жаңағы алманың салмасымен осы песочный теста жақсы үйлеседі деп ойлаймын. Себебі піскен кезде қамырымыз өте жұмсақ, әрі үгітілмелі секілді болып келеді. Сондықтан осындай рецеппен жасап көріңіздер міндетті түрде. Бұл қарагөздің қамырын ашытып та жасауға болады. Үйтіп пісірсеңіздер, ішіндегі жаңағы алманың салмасы бар, булочка секілді болып піседі, тоже өте дәмді болады. Үйтіп те жасап көрулеріңізге болады. Песочный тестаның құрамын видео астына қалдырамын. Енді қарагөзіміздің жасалу жолына келсек, қамырымыз холодильникте 30 минуттай тынғаннан кейін қамырымызды осы видеодағыдай жаямыз. Қалыңдығын орташа қыламыз. Қамырымызды жайғаннан кейін оны пельмендікіндей 4 бөліктерге бөлеміз. Содан кейін ішіне жаңағы алмамыздың езбесін салып, осындай конвертиге секілді әдемі ғып печенье жасаймыз. Міне осып әдемі ғып қарагөздерімізді жасап аламыз. Содан кейін оны 180 градуста беті қызарғанша пісіреміз. Шамамен 10-15 минуттай піседі. Әркімнің духовкасы әрқалай. Менікі өте қатты пісіретіндіктен мен 140 градуста 10-15 минут шамасында пісіріп аламын. Өздеріңіз көргендей жасалу жолы өте оңай. Қарагөздеріміз жұп-жұмсақ болып піседі. Қарагөздерімізді 1-2 күннен кейін жесеңізде қамыры жұп-жұмсақ күйінде қалады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.